Ассаламағалейкум тыңдармандар. Бүгін 29 желтоқсан 2024 жыл. Бүгін таңертең сағат 9-да Миялының іргесіндегі 600 метр жердегі Қарасудың бойындағы осы көпіріміз ашылып жатыр. Соны ашып, ертемен ашып тастады. Қазір көліктің бәрі жүріп жатыр. Енді сіздерге көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне қазір міне көліктер міне өтіп жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл жер енді жазға қарай қайттан жалғасады. Әзірге ашылды. Міне жай жүріңдер деп айтып жатыр. Не десең, мына қанша дегенмен әлі асфальттары жазда болады. Міне басында әлі жұмысшылар жүр. Етегіндегі жұмыстарын, соңғы жұмыстарын жасап жатыр. Қазір түсіп те көрсететін боламыз. Енді өшелердің барлығы биіктетті. Өшелердің барлығына жазға қарай қайттан асфальт салынады. Негізсіз асфальтымыз анау төменде жатыр. Негізі мына көпірдің деңгейі асфальттан биік болғандықтан осы 100-150 метрге дейін қайттан жаңағы өшеге грейдер саруға тура келді. Мынау грейдер. Айналады қазір. Міне жері мынау асфальт. Мынау айналма жолы бұрынғы салынған. Енді осылардың бәрі алынып тасталу керек. Су келген тіріміз. Мынау асфальт. Енді асфальттан өшеден асфальттан есептегенде мынау көпірге дейін бір 150 метрдей бар жер. Соның барлығын биіктеткен. Енді осының үстіне енді асфальт түседі, ол енді жазға қарай. Оның бетіндегі жаңағы мына асфальтын қайттан қырып алып тастаған. Екі жақтарын айналып бекіткен. Су келген мезгілде су жаңағы жырып кетпеу үшін осы жерден тұрып қараймыз қазір. Көрсететін боламыз сіздерге. Міне бүгін сағат 9-да ашты Нұрлы Қожиев. Мен қазір сағат 10:30-ның шамасында келіп тұрмын. 10-ға таман хабарласқанымда аудан әкімінің орынбасары Ербат Иғали жаңа ғана біз барып қабылдап алғанда әлі барып кеттік басына. Әлі бұл жұмыстар бітті деген болатын. Міне 2-3 периодтен салынған көпір ашық. Қазір сіздерде енді мына жерде 2-3 жұмыс жүр. Соңғы жұмыстарын жасап жатыр. Негізгі жұмысшылардың бәрі кетіп жатыр. Енді соларды көрсететін боламыз. Assalamu alaikum.
Жұмыс болды ма, біттіңдер ғой, ал енді аяқтап жатсыздар ғой да? Жұмысты аяқтап жатсыздар ма деймін? Мен білмеймін ал. Әлі сіздер жұмыстарын жасап жатсыздар ма сіздер? Мына айналасынан бекіту жұмыстарын жасап жатсыздар ғой да? Мен білмеймін, оны басшылардың білсін. Басшылар қаяқта? Жақсы.